Баршаңызға сәлем, сіздермен Айгерім. Бүгін менің жиі жасайтын таңғы асымды көрсетемін. Өте пайдалы әрі дәмді ас. Менің балаларым сүйікті асы пайдалы пицца. Расымен де бұл пиццаны күнде жасап, уайымдамасаңыз да болады. 5 ас қасы сұлы жармасына шым-шым тұз, 2 кішірек жұмыртқа, 2 ас қасық сүт қосамыз да жақсылап араластырамыз. Пиццаның бетіне жағатын соусын дайындаймыз. Шамамен 2 ас қасық қаймаққа 1 шай қасық кетчуп немесе томат пастасын қосамыз. Сосын жақсылап араластырамыз. Салмасына үйдегі бар заттарды қосамыз. Мен бүгін қияр, суға піскен шұжық, қызанақ және ірімшік қосамын. Ірімшікті ұсақ үккіштен өткіземіз. Табанын қыздырып майлап аламыз. Қамырын салып біркелкі етіп жайпалаймыз. Бір жағын пісіріп аламыз, шамамен 1 минуттай. Сосын екінші жағын аударып, екінші жағы піскенше соусын жағамыз, жаңағы дайындап болған салмасын саламыз. Бәрін салып болған соң бетін қақпақпен жауып қоямыз. Ірімшігі ерігенше пісіреміз, шамамен 1,5-2 минуттай болады. Ескерте кететін жайт, пиццаны баяу отта пісіреміз. Мінекей біздің пиццамыз тез арада дайын болды. Барлығына шамамен 15 минуттай ғана уақыт кетеді. Дәмі кәдімгі пиццадан еш кем емес, ең бастысы пайдалы, дәмді, тойымды. Көріскенше күн жақсы болсын.